осы шақпен өмір сүр. Мейлі 3000 жыл, мейлі 30 000 жыл өмір сүр. Бірақ есіңде болсын, адам баласы тіршілік кешкен ғұмырынан басқасын жасай алмайды. Және демі үзілген сәтке дейін ғана өмір сүреді. Ұзақ болсын, қысқа болсын, сүретіні бір өмір. Осы шақ бәрінде бірдей. Бірақ жоғалтатын уақытымыз әрқилы. Сонда жоғалтатынымыз жалт еткен бір сәуле ғана болғаны. Ал өткен шақ пен болашақты жоғалту мүмкін емес. Себебі жоқ нәрсені ешкімнен тартып ала алмайсың. Марк Аврелий ойлар. Бүгін мынаға назар аударыңызшы. Қолыңызда бар мүмкіндіктің шегінен асқан кезіңіз болды ма? Мысалы, өткен шақты өзгерткіңіз келеді. Не оның басқаша болғанын, немесе сол қалпы өзгермей тұрғанын қалайсыз? Немесе болашағым дәл өзім күткендей болса деп армандайсыз? Сөйте тұра мұның басқа адамдарға әсері қандай болуы мүмкін деп ойлана қоймайсыз. Дәл осындай әрекет арқылы сіз осы шақты жоққа шығарасыз. Бұл күпірлік емес немене. Кеше өткен шақ, ертең келер шақ, ал бүгін ол саған берілген сый. Ол сый сіздің құзырыңызда, алайда мерзімі шектеулі. Осы сәттен ләззат ала алсаңыз, соның өзі жеткілікті. Осылайша өмір бойы жалғасуы да мүмкін.